Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Бүгінгі тақырып даму бала платформасы жайында. Бұрында арт спорт деп аталатын, қазір аты өзгертілді. Даму бала деп біріктіріп жазамыз. Содан кейін бірінші тұрған, яғни қазіргі таңда тек Астана қаласы, Алматы қаласы, Маңғыстау облысында бар. Сол облыста қаладағы тұрғындар, ата-аналар, жетекшілері және де қызмет етушілер осы даму балаға тіркеле алады. Осыны оқып болғаннан кейін памятка, яғни тұрғаннан кейін для поставщиков жалғастыру деп басамыз. Тілді таңдаймыз, қазақ тілі немесе орыс тілі деп. Мұнда кіру, тіркелу деп жазылып тұр. Қазір ең бірінші мына астын оқып шығайық. Яғни тегін үйірмелер, секциялар, балаларға арналған. Балаңызды онлайн секцияға жазыңыз. Платформада ұсынылған мыңдаған секциялар ішінен өзіңізге ұнаған таңдайсыз. Тегін және ақылы ваучерлар, мыңдаған секциялар мен үйірмелер, баланың жеке профилі, жаттықтырушылар мен кестелерді таңдау, нәтижелері кестесі. Секциялар бойынша рейтингтер мен шолулар жасауға болады. Яғни әрбіріне анықтама жазылып өткен. Және де мұнда оқып отырсаңыз ескертулер жазылып тұрады. Поставщикке, яғни қызмет көрсетушіге, сосын жаттықтырушыға, ата-анаға. Даму бала қалай жұмыс істейді? 4 жастан 17 жас аралығында балаларға арналған. Нормативтік қаржыландыру бағдарламасы бойынша секциялар іздеу және оларға жазылу платформасы. Өзіңіз таңдап, өзіңіздің адресіңізге байланысты ыңғайлы үйірмені таңдауыңызға болады. Ең бірінші баланы тіркейсіз, секцияны таңдайсыз, сабаққа жазыласыз, сабаққа қатысуды бақылайсыз. Яғни бақылау арқылы сізге әр ай сайын табель береді, сол табельді толтырып отырасыз. Соглашение жасайсыз. Жиі сұрақтар қойылатын. Баланы тіркеу үшін не қажет? Ол тек ЕЦП кілтіңіз болу керек, яғни ЕЦП кілтіңіз дайын болу керек. Оған NCLR қосымшасы компьютеріңізде немесе ноутбугыңызда болу керек. Содан кейін балаңыздың туу туралы куәлігі міндетті түрде болу керек. Ол сканерленген болу керек. Баланың өкілі ретінде тіркелесіз, немесе жаттықтырушы ретінде тіркеуіңізге болады, және де қызмет көрсетуші, яғни поставщик ретінде тіркелуге болады. Енді мінекей баланың өкілі, яғни ата-аналар, және де қызмет көрсетуші, поставщик және жаттықтырушы немесе мұғалім, тренер немесе апайы, яғни мұғалімі тіркеле алады. Біз бірінші баланың өкілі дегенді таңдаймыз. Сол баланың өкілі деп таңдаған кезде сары жану керек. Үстінен басқанда сол кезде таңдалды деген сөз. Мінекей басып көрейік. Міне сары жанды. Енді ары қарай дегенге өтеміз. ЕЦК кілтімізбен подписать етеміз. Астына ары қарай. Сертификатты таңдаңыз. Таңдаймыз. Оны компьютердің бетіне, яғни рабочий столға қойып қойсаңыз, өзіңізге ыңғайлы болады. Сосын пароліңізді таңдайсыз. Мұнда ауыз деген Эйден басталатын кілтті таңдап, пароліңізді жазып, открыть дейсіз. Сол кезде сіз туралы барлық мәліметтер автомат түрде шығады. Дұрыстығын тексересіз, және де ішінде толтыру керек мәліметтерді толтырып, тіркелу дегенді басасыз.
Ол кезде де ECP кілтпен жалғастыру деген басып сертификатты таңдайсыз қайтадан кіру үшін. Бастан бастап кіру керек. Сертификатты жағдай таңдау дегенді басып, рабочий столға өтіп, ұялы телефон нөміріңіздің соңғы 4 нөмірін жазасыз. Қош келдіңіз дейді. Жалғастыру дейсіз. Мінекей, мен тіркелдім. Енді мұнда тізім бос дейді. Балаларымызды тіркеу керек және секцияларды таңдау керек. Содан кейін менің балаларым деген осы жерде шығып тұрады. Секциялар, мысалы спорттық секция ма, әлде шығармашылық секция ма таңдайсыз. Ваучерларыңыз тұрады және табельдер. Осы табельге сіз қол қойып отырасыз ECP кілтіңіз арқылы. Енді менің балаларым дегенге баланы қосыңыз деген тұр. Осыған аты жөні, иіні және жынысы, туған күні, баланың туу туралы куәлігін выбрать файл деп сол компьютерге сақталған сақтап қоясыз. Фотоны таңдайсыз. Содан кейін тағы да бір балаңыз қосқыңыз келсе, баланы қосу деп қол қойып тіркейсіз. Яғни қол қойғанда сіз өзіңіздің ECP кілтіңіздің RSA дегенін таңдауыңыз керек. Қол қою деген жерде, подписать деген жерде міндетті түрде екінші RSA болу керек. Осыны спорттық па, әлде шығармашылық па? Мысалы, спорттық. Дәл сол арт-спорт сияқты таңдайсыз. Мысалы, көркем гимнастика дейді. Неше жаста балаңыз? 4 жас, 5 жас, 6 жас таңдайсыз. Осы жерге атын жазып та тауыңызға болады, немесе астына өтіп, мінекей, школа гимнастика, мир, әлем дейді. ИП 4 жастан 17 жасқа дейін. Мұнда өту деген қасында жазылып тұр. Өту деп. Сол өту дегенге басып, сізге көруіңізге болады. Қанша оқушы, қанша адам және де жаттықтырушының аты жөні жалпы. Міне, мысалы жазып көрейік. Шығармашылық. Не табылды? Өту дегенді басайық. Сол кезде міне бірінші топ оқушылар саны 10 дейді. 10 адам қабылдайды екен академический пение. Яғни өлең айтуға. Пікір жазуға болады. Мұғалімдер, қандай мұғалімдер бар екен көруге болады. Дәл арт-спорт сияқты солайынан өту деп басып, толық мәлімет алыңызға болады. Мұнда сізде ваучерларыңыз, яғни қазіргі таңда қандай спортқа тегін барасыз. Табельдер, мінекей ата-анаға арналған ай сайын қол қоюға міндетті табель. Содан кейін міне хабарландырулар бар. Үстінде хабарландырулар, барлық ақпараттарды алыңызға болады. Және астында сообщение деген бар. Осы жерге өзіңіздің бір ұсыныстарыңызды немесе түсінбеген жағдайларыңызды жазып, толық жазып жіберуіңізге болады. Сіздерге жауап береді. Рахмет.